Қалайсың? Осы видеоны көргеннен кейін TikTok желісін саған қолдану біршама жеңіл болады. Өйткені қазір саған тура қазір TikTok желісінің құпияларын айтатын боламыз. Сіз білесіз бе, білмейсіз бе, оны біз білмейміз. TikTok желісінің ең маған қатты ұнайтын плюсы ол TikTok желісіне салынған видеоны монтаж жасау барысында ешқандай приложение, тыс приложение мен программаларды қолданбай-ақ TikTok желісінің өзінің ішінде переход, фильтр барлығын қолдану арқылы керемет видео шығаруға болады. Қалай дейсіздер, оны қазір сіздермен бірге қарастыратын боламыз. Жарайды, көп кідірмей бірінші құпиясына көшейік. Ол үшін бізге қазір смартфон керек. Смартфонды қосайық. Смартфон желісіне TikTok-қа кірейік. TikTok желісіне кіргеннен кейін кез келген видео салайық. Бұл жерде маңызды емес қандай видео салғанымыз. Кез келген видео саламыз. Мен қазір інімнің видеосын салам. Далені басайық. Далені басқаннан кейін сіз бұл жерде стикер деп тұр. Стикер қолдана аласыз. Сол стикердің ішінде ең керемет, көбісі қолдана бермейді, бірақ сіздің видеоңызға керемет эффект қосады. Сондықтан осы стикердің ішінде лумпа деген бар. Сол лумпаны қосу арқылы өте керемет эффект аласыз. Міне лумпаға қоямыз. Қараңыздар. Көріп тұрсыздар ма? Қандай эффект? Бұл жерде лумпаны қолданудың екі тәсілі бар. Сіз бір объектке жақындатып оның дәу екенін көрсетесіз, немесе бір эффектін алып былай бүкіл экранға жая саласыз. Көріп тұрсыз ба? Ең ортасына қоясыз да, одан кейін бүкіл эффектіні бүкіл экранға жая саласыз. Сонда осындай эффект пайда болады сізде. Жақындау эффектісі болып саналады. Сонда бір лумпаның өзінен екі тәсіл жасауға болады. Бұл тағы бір құпиясы. Енді сіздерге әр құпиядан кейін бір кеңес айта кетіп отырайын. TikTok желісінде көп просмотр жинау үшін сіз міндетті түрде хэштег қолданыңыз. Хэштег маңызды рөл атқарады. Бұл жерде видеоға егерде тағы бір эффект қосқыңыз келсе, бұл жерде эффектілер өте көп. Ол үшін біз мына жерде эффект дегенді басамыз. Бұл жерде эффект дегенде ең бірінші видеоны басталу барысында бір эффект қосып қоюға болады. Міне астында көріп тұрсыздар ғой. Бұл жерде неге аз деп кейбіреулер сұрақ қоюы мүмкін. Бұл жерде неге аз деп. Бұл жерде аз болса да, 30 эффект болса да, сіздің әртүрлі контент, әртүрлі видеоларыңызға тура келетін осы 30 эффект. Ең таңдаулы, ең жақсы эффекттер бұл жерде. Мен сізге айтарым, сіздің әр видеоңызға өзіңізге керек эффектін таңдай аласыз. Мысалға, мен қазір бір эффект таңдайым, өзіме керек. Мысалға, мына эффектіні қоям. Егерде төбесінде шкаланы көріп тұрсыздар ғой. Егерде мен қай жерге эффект қойым келеді, сол жерге мына жерде эффектіні басам. Міне, сонда менде екі жерде эффект пайда болды. Ал егерде мен бір көп жерге эффект қойғым келсе, барлық жерге эффект қойғым келсе, мысалы мен тура ортасына бір 3 секундқа эффект қойғым келсе, ол үшін маған керек эффектіні мен басып тұрам. Сол кезде мына жердің барлығына, міне, сарымен жасалғандардың барлығына эффект қойылып жатыр деген сөз. Сондықтан мен осылай эффект қоя аламын. Міне, осы эффект қойғаннан кейін енді сіздерге тағы бір кеңес айта кетейін. Егерде сіздің видеоңыз топқа көтерілсін десеңіз, фильтр қолданбаңыз. Фильтр деген жаңа түстерін өзгерту. Мысалы қараңыздар. Видеоның түстерін өзгерту, мен көріп тұрсыздар ма? F1, F2. Бұл біріншіден сіздің видеоңыздың сапасын жоғалтады. Екіншіден осындай видеоларды біліп алыңыз, TikTok желісі өзінің TikTok желісінде топқа көтермейді ешқашанда фильтр қолданған. Сондықтан өзінің шынайы эффектісімен, фильтрмен, өзінің шынайы фильтр тұрсын. Сол кезде сіздің видеоңыз топқа түседі. Бұл тағы бір кеңес. Видео әрлеуге кірсек, бұл жерде енді біз эффект қосқаннан кейін, біз бұл жерде переход қоса аламыз. Переход не үшін керек? Бұл жерде егерде сіз екі видеоның басын қосатын болсаңыз, бірінші видео басқа видео, екінші видео басқа видео болса, сізде екеуінің арасына переход қоя аласыз. Переход не үшін? Адам жаңағы видеодан басқа видеоға көшу үшін, жай көше салмас үшін, бір сиқырлы түрде көшу үшін переход қолданылады. Сіз оны жай бір видеоның өзіне де қолдана аласыз. Міне қараңыздар, мен қазір бір видеоға қолданам. Ол үшін мына жерде Transition деген 3-ші пунктқа кіреміз. Бұл жерде бізде переходтар. Өзімізге керек переходты таңдап аламыз. Мысалға, мына переход маған қатты ұнайды. Міне қараңыз.
Енді ол переход бұла жерде қойылды. Қалай екен сіздерге көрсетейік. Міне қараңыздар. Переходты көрдіңіздер, иә? Егер де бұл переход сіздің музыкаңызға дәл келетін болса, астында переходтар өте көп. Өзіңізге керек переходты алып аласыз. Бұл жерде 10-ақ переход болса да, ең тиімді переходтар, ең керемет переходтар осы TikTok-тың ішінде. Одан артық переходтар таба алмайсыздар. Бұны да түсіндірдік. Енді тағы бір сіздерге айтар тіттей кеңесім, сіздің видеоңыз топқа түссін десеңіз, TikTok желісінде видеоңыз жарық болу керек. Жарық дегеніміз освещение көп түсу керек. Видеоңыз жарық болған сайын TikTok желісі өзінің платформасында сіздің видеоңызды биікке көтере береді. Сонда сіздің просмотрыңыз, лайкыңыз, комментарияңыз барлығы да көбейе береді. Сонда ең жарық видеолар сіздің топқа көтерілуіңізге тағы бір септігін тигізеді. Және де тағы бір фишка, егер де сіз бір текст жазатын болсаңыз, мысалға бір текст жаздық, сол тексттің түсін өзгерте аламыз. Мына астында мысалға сары қояйық. Және де біз шрифтін өзгерте аламыз. Жирный, классический, жанып тұратын әртүрлі өзіңізге ұнаған шрифтке қоясыз да, және де ең бастысы мен қайда болсын, қай жерге салсам да осы эффектіні қолданамын. Ол үшін мына жерде А деген кнопканы басасыз сол жағында. Бұл жерде бірінші А дегеніміз ол жан-жағын краскелейді. Егер де қайттан Аны бассам, сол жағындағы астыңғы фон А болады да, үстіңгі керемет нұр деген жазу, немесе тағы бір рет Аға бассаңыз прозрачный болады. Тағы да бассаңыз өзінің бастапқы қалпына қайтадан келеді. Мысалға, маған мына пункт ұнайды, қазір көрсетемін. Өйткені осылай қойсам, маған жазу өте керемет көрінеді. Өйткені сіздің жаңағы көріп жатқан көрерменіңізге көру барысында жаңағы жазу өте анық, мұқият көрінеді. Бұл да үлкен рөл атқарады TikTok желісінде. Сондықтан егер де сіз жазу жазсаңыз, оны мұқият адамға көрінетін қылдырып жазуыңыз керек. Және де тағы бір сіздерге екі кеңес айта кетейін, сізді TikTok желісіне топқа көтеретін. Бірінші кеңес, егер де сіз видео жасағыңыз келсе, оны қызықты жасаңыз. Егер де сіздің видеоңыз басқа біреу көріп басында кетіп қалатын болса, онда TikTok желісіне сіз қызық емес. Егер де сіздің видеоңызға адам тоқтап аяғына шейін көретін болса, ол видеоны TikTok желісі өзі жарыққа көтереді. Сонда просмотр сізде өз-өзімен көбейеді. Бұл маңызды жайт. Және де бір затты түсіре бермеу. Егер де сіз TikTok желісіне видео жасауды бастасаңыз, бір затты қайталап түсіре беру, ол менің ойымша ақылға қонымсыз. Сондықтан сіздерге айтарым, TikTok желісінде қызықты әр контентті бір контентке жинап, әртүрлі разнообразие дейді орысша, сондай әртүрлі салаларды қозғап, адамдарға керек заттарды түсірсеңіз, сіз міндетті түрде топқа көтерілесіз. Ешқандай приложениені қолданбай-ақ барлық ғажап заттар, барлық видеоға керек ғажап заттар TikTok желісінің ішінде. Сол арқылы менің ойымша TikTok желісі қазіргі таңда әлеуметтік желілердің ішінде топта тұрғаны мен осыдан деп ойлаймын. Өйткені адамдардың барлығы керемет эффектілердің бәрін осылай қолдануда. Егер де осы кеңестің екінші бөлімі шықсын десеңіз, каналға жазылып қоңырауды басуды ұмытпа, видеоға лайк басуды ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңыздар.